Ұйқы безі бізде панкреатис деп аталады. Сонымен қатар ұйқы безінің орналасатын бөлігі бізде 12-ші қабырғалық бөлікте орналасады. Сонымен қатар бізде оның құрылысы, яғни ол бізде басынан, денесінен құйрығынан тұрады, яғни басы капут панкреатис, корпус панкреатис және де каудатус панкреатис деп аталады. Сонымен қатар оның шектесетін бөліктері, оның бас бөлігі бізде 12 елшекпен шектесетін болса, құйрығы бізде көкбауырмен шектеседі. Сонымен қатар оның қандануына келетін болсақ, бізде аортадан шығатын трукус кохлеатус деп аталатын яғни трукус кохлеатус деп аталатын сабау болады. Ол сабау арқылы бізде 3 тармақ шығады. Сол тармақтың бізде артерия реналис, яғни леналистен бізде осы тармағы шығады, яғни біріншісі бізде осы бауырдың өзіне тікелей баратын, яғни көк бауырдың тікелей баратын қан тамыры, және де осы қан тамырдан тікелей жаңағы бізде асқазан, яғни артерия гастрика синистра бөлігіне қарай баратын бөлігінде жаңағы асқазанның жаңағы үлкен иінін қандандырған кезде дәл осылай оның құйрығы мен жаңағы денесіне қандатып отырады. Одан кейін оның басындағы бөлігі, яғни оның басы бізде оң жаққа қарай артерия хепатика, яғни бауырлық бөлігіне қарай баратын артерия болады. Сол артериядан шығатын тармағы бізде артерия гастродуоденалис бөлігінен бізде асқазанның екінші жартысындағы кіші иіні болады. Сол иінінің қандандырған кезде бізде осы ұйқы безінің басы қанданып отырады. Енді бізде ұйқы безіне негізінен екі қызметі бар: экзокринді және эндокринді. Экзокринді қызметінде бізде инсулин мен глюкон жаңағы сөлдерін бөліп отырады, ал эндокринді бездерінде бұл эндокринді қызметінде бізде ұйқы безінен бөлетін сөл бөлініп отырады. Және де бізде осы құйрық бөлімінде инсулинді бөліп отыратын жасушалар өте көбірек болып келеді бізде. Одан кейін оның тура ортасында бізде түтікшесі болады. Ол түтікшеде бізде дуктус панкреатис деп аталады. Ол жерде бізде жаңағы инсулин сөлдері бөлініп отырады. Және де бізде осы өт қабынан келетін, яғни бізде өті түзетін бауыр болады, ал бауырда өті түзетін бізде гепатоциттер болады. Сол гепатоциттер арқылы келген өттің барлығы өт қабына, яғни филияға түсіп отырады да, одан кейінгі түтігі, яғни дуктус филия бөлігінен, филия коммунис бөлігінен бізде осы ұйқы безінің түтікшесі мен жаңағы өт қабының түтікшесі екеуі қосылатын жері болады. Оны бізде жаңағы 12 елшекке ашатын жаңағы түбіршегі болады. Ол түбіршекті бізде яғни емізікшесі болады. Ол емізікшесін бізде латыншада кохлеатус деп аталады. Ол жерде бізде жаңағы 12 елшекке, яғни асқазанда қорытылмай қалған астардың 12 елшекке өткен кездегі майлардың барлығын ыдыратып инсулин сөлі бөлініп отырады.